Тербетіліп үстінде ой кеменің мен өмірді тарқамас той деп едім. Топты көрсем тұлпардай тықыр шимын, жылым жылқы өмірім бәйге менің. Халық ақыны Қонысбай Әбілдің жыр шумағы. Ұлт ұлының өмірі өлеңінің әр жолында тәрізді. Өз болмысын айтарын алаштың арманымен ұштастыра білген арқалы айтыскердің тағдыры тағылым өмір өнеге. Тұлпардың шабысы тұяғынан, қыранның қанат қағысы ұясынан байқалса керек. Қонысбай Іскендірұлы Әбіл өнердегі пірі Нұрхан Ахметбековтей арыстардың алтын бесігі Торғай, Төлен Әбдік, Қоғабай Сәрсекеев, Назарбек Бектемісовтер дүниеге келген Жангелдин ауданы Көгалат ауылының тумасы. Танымал таланты атасы Әбілден дарыған, әкесі Іскендір мен анасы Ырысты да ән жырды аялай білген жандар, өнерімен ел жадында. Атаның ғана емес, адамның баласы Атпалдай азамат, дара данасы, 11 балалы отбасының ортаншысы, өмір өзенінің өнер айдында бала кезінен тербетіліп өскен текті. Халық жыр қайнарынан нәр алған нар, қолын алған әр аспапқа тіл бітірген дарын. Ақынның 5-ші сынып оқып жүргенде ең алғаш жазған Аспан өлеңі арналы өмірінің бастауы болса, 8-ші сыныпты бітірген жылдары дүниеге келген Бала махаббаты әні анасының көзі тірісінде қойған ескерткіші. Аяз, мен саған бірдеңе айтсам, ешкімге айтпайсың ба? Ленин, Сталин. Мен ана туралы ән шығардым ғой. Ой, әнді өзің жаздың ба? Жоқ. Бала махаббаты деген ән сөзін Қазақстан әйелдер журналынан алдым. Қарақалпақ ас сырынен Тұрғали Жетесов дегендікі. Ал әнін өзім шығардым. Қане айтшы, тыңдап көрейін. Туғаннан құлыным деп аймалаған, өзіңнен аяулы жан қайда маған. Дүние аналар мен көрікті ғой, сенсіз бір бұлбұл құста сайрамаған. Қонысжан? Апа? Қонысжан, бұл кімнің әні? Тұрғали Жетесов деген әнші, Қарақалпақ асырын. Ей балам, шіркін, осындай әнді жазған баланың анасының не арманы бар екен? Апа, бұлан жазған Қоныстың өзі. Рас па? Құлыным-ау, құлыным-ау, құлыным-ау. Өркенің өссін, балам. Сен анаңды сыйласаң, Құдайдан қайтсын, балам. О, жақсылығым ол, жаратқан ием. Қонысжанымның қадамына гүл бітіре көр. Көңіліне нала бермесін. Жүрегіне жара бермесін. Өрге жүзіп өнері аяғынан ешкім шала көрмесін. Шығар шыңын биік қылғай, тәңірім, биік қылғай. Балапаным, жүре ғой балам. Сен өзің әнші екенсің ғой. Айналайын. Қашықтау боп ауылға, қалаға да қара жолда бір үй тұр даралана. Қарақостың есі қарақазақ қосылмайтын ханға да, қараға да. Қара судың қарқыны қайтқан кезде қасқырая туыпты қара бала, қасиетін қара өлең қос емізген құлынына қуана қарабана.
Ата әжесінің бірінші әкемізден көрген тұңғышы мен боламын семьяда. Атамыз өте ақын жанды адам еді. Ысқақ әндерді, жырларды жылдам осы құрастырып шығара беретін. Қоныстың осы ақын жандылығы да, таланты да сол кісіден келді ме деп ойлаймыз. Ал әкеміз болатын болса, мен әкемді айтар едім, жыршы болған кісі деп. Анам әнші тұғын. Құдай берген талант қой, талантты Алла береді дейді. Қоныстай кішкентайынан өнерге үйір болды. Өнерге жақын болды өте. 5 жасынан бастап кішкентай гармошкада ойнап, домбырада ойнап, сахнаға шыға бастады. Сахнаға шығарып, қазір Искендірдің баласы Қонысбай күй тартады дегенде, жаңаға столиядан отыра алмайды, кішкентай. Біреуі ненің домбыраның шағанағын ұстап тұратдағы, бір адам табанның астына кішкентай орындыға кеп қоятын. Сөйтіп, оған күй тарттыратын. 8-ші сыныпта жүргенде анасына арнап Бала махаббатын әнін шығарды. Бала махаббатын жазды, оны мектептегі ең бірінші орындаған біздің өзіміздің Аралбай поселкесінде, сол мектепте ең бірінші орындаған біздің осы Отаркүл Мұқатова. Сонан елге таралып кетті, ел тез қабылдап кетті. Бала махаббатын деғылған кейін бәрлері бұлай таң тамаша қалып, енді баласы анасына арнап өлең шығарыпты. Оны бізге көп білдірмеді Қоныс. Сонан кейін бір күні жаңаға әннің шыққан шешем марқұм тыңдап келіпті. Тыңдап келіп үйге айтатын көрінеді, үйде отырып айтатын көрінеді. Қонысжан қалқам, бір бала анасына арнап ән шығарған екен. Қандай ғаламат, қандай армансыз ана баласы сондай ән шығарыпты деп. Сосын кейін Қоныс өзі айтамын деп жүрген ғой бір күні. Сосын айтыпты, онда армансыз ана сіз ана, сізге арнап шығарғам деп. Сонан анам марқұм сол қорқып, біразға дейшін. Өзінше қолынан келгенше құдайсын жасап. Ойбай, қой, сен көп олай не қыла бермеш, көз тиеді деп, қазақтың несі арама бар емес па. Соны тыңдап кетті. Сонан кейін көп ұзамай шешеміз марқұм болып кетті. Сонда осы ана Бала махаббатын мен бертін келгенше айта алмайтынмын. Ойын тойларға барғанда елдері айтады, сонда мен шығып кететінмін, жүрегім шыдамай. Сонан кейін әндері бар, Аңсау әні, одан кейін туды. Аңсауды ел жастар қатты қабылдады. Әр күнге дейін осы қос дауыспенен бүкіл фестивальдарда, бүкіл шертердің репертуарында болды осы ән. Аясты түніде жамылы қыстың ақ қары, жүрегімдегі сезімді жылы сақтады. Қалды ғой алыс қайтейін, ақ қардай таза, алаңсыз балғын шақтары. Бала кезін айтатын болсам, әр күнге дейін менің шалым күледі. Кім Қонысқа физкультурадан сабақ берді, бұл кісі армиядан келгеннен кейін мектепке физрук болып кірді де, бір жыл жұмыс істеп, институттың алдында, институт түсерінің алдында. Сонда Қоныс футбол ойнайды дейді, әйдік дау кеседі дейді. Өзі томпаңдап жүгіріп, қатты жүгіретін дейді. Сосын кешін балаларменен сендер дұрыс жібермедіңдер допты, үйттіңдер, бүйттіңдер деп дау кесіп, дауға айналдырып жіберетін дейді. Жолдастарының ортасында сыйлы болатын, жолдастары өте жақсы құрметпенен қарайтын Қонысқа. Ініге тілек, мінекей Алла тағала 60-тың арқасына шығарып жатыр. Алланың берері көп болсын, Жамбылдың жасын берсін деп тілеймін бауырыма. Жасы шаңдардың бәрінде дос деп таныған, жүрегім менің шаттанар кейде салып ән. Өнер
жасұланнан. Оқушы оғлан 1971 жылы Қызыләскер ауылындағы Әліби Жангелдин атындағы орта мектепті тәмамдап, 1972-1977 жылдар аралығында Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетінде дәріс алады. Бұл ақынның қабілетін ұштай түседі. Одан соң алғашқы еңбек жолын Жангелдин аудандық Жаңөмір газетінде білім меңгерушісі және жауапты хатшы қызметтерінен бастап, 1980 жылы Лениншіл жас газетінің Торғай, Ақмола облыстары бойынша меншікті тілшісі жұмысына ауысады. Қонысбай Искендірұлы Әбіл осы 1980 жылдан бастап айтыс өнеріне келеді. Елім деген ер арқалы айтыскер атанады. Орта Азия, Қазақстан ақындарының халықаралық айтысында бас бәйгеге ие болады. Қонысбай мен Көкен, Шымболат, Жәниба, Ерік, Әселхан, Қатимолла, Серік, Әсия, Амангелді, Тоқтамұраттай айтыс ақтаңгерлерінің сөз сайысы әлі күнге дейін ел есінде. Қашандай өрге тасың домаласын, қуаттап өнеріңді ай, қуаттайын ау. Қарағым-ай, жасай берші інішегім, қашанда қуат болар ай, тыныс едің ау. Аман болай барлық қазақ өнеріңді, қарғамай тыңдай берсін ай ырыстелің ау. Айналайын үніңізден, қазақша балтамызған тіліңізден. Төсінде Алматының кездестіңіз, білетін бағаңызды ініңізбен. Әй-әй-әй. Қалайша даусым сізге жете алады, жырыммен жалғайыншы екі араны. Құс болсам қанаты бар қысқа күнде, өтерем көкті өтіп шекараны. Артеле үміт еткен үкіліңнен, тобасын қатар айтқан шүкірімен. Тусаңда туалыста біздеп соққан, айналдым жүрегіңнің лүпілінен. Ай-ай-ай. 1985-88 жылдары Торғай таңы облыстық газетінде редактордың орынбасары, 1988-89 жылдары Арқалық таңы газетін ашып тізгінін ұстайды. Сондай-ақ Торғай тарихында ой орын алатын республика бойынша 19 облыс, дәлірек айтсақ Торғай облыс болған тұста 19-шы болып 1993 жылы 22 наурызда ашылған Торғай теледидарының төрағасы, қазығын қағушы. Қымбатты жерлестер, бауырлар, бір тойым болатын сөзсіз менің деп ақын Төлеген Айбергенов айтпақшы.
Бүгінгі күн біздің Торғай халқының көптен күткен қуанышы еді, көптен күткен қызық еді. Ең алдымен осы қуаныштарыңызбен құттықтап қойғым келіп отыр. Торғай теледидары осы 19 облыстың ішінде 19-шы болып ашылып отыр. Әрине бұл 19-шы болып ашылу 19-шы орында қалады деген сөз емес. Иншалла бұл топырақта таланттылы қыздар қай кезде де болған, сондықтан ол жөнінен бәйгесін беле қоймас деп ойлаймын мен. Енді баяғыда бір қария айтыпты ғой, кәріліктің жеткеніне қиналмаймын, қадірінің кеткеніне қиналам деп. Мен Торғайдың теледидарының кеш ашылғанына қиналмаймын, бірақ Торғайдың топырағында ғана туатын, бірақ туар талант көптеген адамдардың бейнесін, дауысын жазып үлгермегенімізге қиналам. Ол өткенге өкіне бергенден ештеңе шықпайды. Әрине, шаруашылықтың жөні бөлек, қашанда экономиканың жөні бөлек. Сондықтан теледидар алғашқы күннен бастап жылт еткен жақсысымызды көрсетуге, озаттарымызды дәріптеуге, күшінде қайратында аямас. Бірақ негізінен менің өзім ойымша, біз сол жаңағындай Торғайда топырағында туған қайталанбас таланттардың енді қалғанын жазып үлгеріп, енді қалғанын сақтап үлгеріп қалуға тиістіміз. Бұл біздің азаматтық та, перзенттік те борышымыз деп есептеймін. Біздің басты бағытымыз осы Торғайдың жағдайын бүгінгісін, ертеңгісін таразыға тартып, соны айта білу деп ойлаймын мен. Біздің Торғайымыздың өлмес өмірі енді басталды деп айтқым келеді мен. Бұл өңірде қаншама қайраткерлер, қаншама ақын жазушылар өмір сүргенімен, ауыз екі әңгімеде айтылғанмен, олар ауыз екі әңгімеде сақталғанымен бейнесі көңілде өшіріліп қала береді. Ал мінекей бейнесін сақтап қалатын қаншама ондаған жылдар өткеннен кейін осындай азаматтар, мынандай кісілер, мынандай таланттар болып деп көрсететін мүмкіндік енді туды. Сондықтан мен айтып отырмын, Торғай біздің өңірдің өлмес өмір басталды деп. Сондықтан осы Торғайдың теледидарына ұзақ ғұмыр тілейік, еңбегінде табыс тілейік, баршамыз болып қуанышпен қызықтап жүре берейік, қашанда бір болайық ағайын. Сазды шайхана, ән шашу, көптен күткен кездесу, қазына, тағылым, тарихи танымдық телехабарлардың авторы. Бүгінде ол ел айнасы, Арқадидар арнасы, Қонысбай Искендірұлының шәкірті, кәсіби журналист Айткүл Искендірқызы басшылық жасап отырған ұжым өткенмен сабақтаса жаңғырып, жаңарған орда. Көрерменнің көзінің ағы мен қарасы. 1992 жылдың қыркүйек айы кезінде мен ол кезде қаламыздағы нөмірі 1 Шоқан Уәлиханов атындағы орта мектепте араб тілінен сабақ беретінмін. Бір күні Қоныс аға мені кабинетіне шақырып, Торғай өңірінде тұңғыш теледидар ашылады, оған жас мамандарды шақырып жатырмыз деп маған қызмет ұсынды. Мен өзімнің мамандығым журналист болғаннан кейін бұл ұсынысты қуана қабылдадым. Торғай теледидары тұңғыш рет ашылды өңірімізде. Жас мамандармен толықтырылды. Жаңа бағдарламалар дүниеге келді. Тарихи, танымдық, саяси, әлеуметтік және сазды бағдарламалар дүниеге келіп, оның бәрінің авторы Қоныс аға болды. Осы бағдарламалардың жартысынан көбін жүргізу менің еншіме бұйырыпты. Біз Торғай теледидардың атауын Қоныс ағаның айтуымен Торғай толқыны деп атадық. Позывной дейді ғой, ең бірінші эфирге берілетін музыка. Қоныс ағаның өзінің әні Семейден келген киіктер әуенімен әрленді. Ол сол кезде республикада өткен үкілі үміт байқауында жүлделі орын алған болатын. Бізге кешкілік 7-ден 8-ге дейін ғана уақыт берілді ол кезде эфирде. Сол бір сағаттың ішінде біз барлық бағдарламамызды көрсетіп үлгеруіміз қажет. Әрине ең басты онда жаңалықтар, ақпараттық бағдарлама кешке берілетін болғандықтан, оның да атын Қоныс аға өзі ақшам ақпараттық бағдарлама деп қойды. Өзге басшылар сияқты Қоныс аға жылы орында жұмсақ креслода отырып қойған жоқ. Ол кісі студияға келіп, журналистермен тікелей араласып, монтажный кабинеттер дейді ғой, монтажный столға өзі келіп, жасалып жатқан бағдарламаларды қарап, өзінің ой пікірін қосып, бағыт-бағдар беріп отыратын. Эфирге шығатын барлық бағдарлама Қоныс ағаның тексеруінен өтетін. Ол кісі бағдарламаларға өте ерекше мән беретін. Енді бір ауыз сөз адамды өсіреді, бір ауыз сөз адамды өшіреді деген сөз бар. Сөздің қадір қасиетін, құдіретін түсінетін Қоныс аға
бізге сөз саттауды, сөйлем құрауды үйрететін. Біз ол кісінің ақылын тыңдап өстік. Енді теледидардың ашылуына сол кездегі Торғай облысы болып тұрдық қой, үлкен 75 мың халқы бар Торғай облысы. Сол кездегі жергілікті басшылар көп көмегін тигізді десе де, Арқалық қаласында отырып, кабинетінде отырып, қоңырау шалып, бір ауыз сөзімен Қонысаға, республикадағы ол кезде астанасы Алматы қаласы, Алматы қаласынан телеқондырғыларды тегін әкелтіп орналастырды. Біз осыдан ағамыздың беделінің қаншалықты биік, абыройының асқақ екенін білуімізге болады. Сол кезде жаңа айтып кеттім, Торғай теледидары кенжелеп барып өмірге келді. Жас болса да, біздің жасаған бағдарламаларымыз республикада өтетін байқауларға қатысып, бәйгелерге қатысып, жүлделі орын алып жүрді. Әрине мұның бары бізді баптаған Қонысағаның арқасы. Бір күні жергілікті Торғай газетін парақтап отырсам, өзімнің әріптесім, белгілі ақын Мұрат Жүнісұлының «Мен жылқы жылы туғанмын» деген өлеңіме көзім түсті. Қонысағаның «Жылым жылқы, өмірім бәйге менің» деген өлеңін эпиграф қылып алып, тамаша жырды дүниеге әкеліпті. «Жылым жылқы, өмірім бәйге менің» Қонысбай Әбіл, Қазақстанның халық ақыны. Менің де жылым жылқы бәйге өмірім. Жақсымен жарасады сай көңілім, айтыстың ақтан кері атанған ер, туыпты жылқы жылы айбегінім. Жылқы жылы туғандар ақын неге? Жай сәйкестік емес қой ақылдерге. Сәкен Ілияс, Бейімбет, үш бәйтерек, туыпты жылқы жылы біздің елде. Туыпты жылқы жылы Жамбыл ақын, ал енді аңғара бер сөздің парқын. Жалында арғымақ жыр, тарпаң бейне, жылқыдан шығады екен жақсы ақын. Қазақта төл біткеннің төресі жылқы болатын болса, жан біткеннің төресі жылқы жылы туылған ақындар екені даусыз. Әрине, осындай Қонысағамыздың біздің теледидар үшін орны ерекше. Өзі салып кеткен сара жолды бұл күнде біз жалғастырып келеміз. Қонысағамыз бұл күнде 60 жасқа толып отырса, өзі қазығын қағып шаңырағын көтерген теледидар 21 жаста. Біз Дара ағамызды, Дана ағамызды, Ақын ағамызды, Ұстаз ағамызды бүгінгідей асқаралы 60 жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Алла қуат беріп, өмірден еншілеген несібесі ешқашан ортаймасын. Әлі де тұлғасын биік белестерден тани берейік. Тұяқ едім тұлпардың топшысы берік сұңқармын. Кеудеге жырым кептеліп, борасын болып бұрқармын. Тайсалтып талай ақынды түндігін жел боп жұлқармын. Торғайдан шыққан бір таймын, жалғаған жырын Нұрханның. Келісті кестелі сөзді табаққа алтын төккендей сауылдату сирек құбылыс. Жарасымды жаңа сөз байлаулар Қонысбайда аз емес, әрі қасыласының қасиетін қастерлей отырып қаржасу да мінезділік, өнер мінезділігі. Танылған талант Қонысбай Әбілдің айтыс ақын ретінде құрметке бөренуі, бүкіл халқымыздың биік өнері айтысқа деген ықылас пейілі деп қараймыз, деп ақын турасында кең пайым, биік баға береді Қазақстанның халық жазушысы Мұзафар Әлімбаев. Сұлу сөзіне сүйсінтіп, халқына маржан жырын ұсынған арқалық ақын Қазақстанның тұңғыш ғарышкері Тоқтар Әубәкіров өңір әуежайына қонғанда ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев алдында арнауын асқақтатқан болатын. Кеткен сайын алысқа ұлатағы қарапайым болған дел ұнатады. Тағдырымнан таяқ жеп түңілгенде жырым мен анамдай жұбатады.
Облыстың барында Астана медің арқалық, сағынса бас қосар, бас қала медің арқалық. Өмірге жолды өзіңде бастаған едім арқалық. Жиреншенің қосындай баспана медің арқалық деп, кезінде Өзбекәлі Жәнібековтей жақсы ағаға шаққан мұң еді бұл аяй ақынның. Сол арқалықтың тұрғыны алдыңғы буын өкілі Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Жұмағали Өмірбек аға ақын жайында былай деп сөз сабақтайды. Мен өзім көрмес бұрын ең бірінші әні келді бізге. Мен о кезде Амангелді аудандық комсомол комитетінің бірінші хатшысы едім. Сол бір үлкен мынау жастардың, оқушылардың сондай мынау смотрында бір бала осы Қонысбайдың әнін айтты, «Бала махаббат» деген әнді. Сосын сұрастыра келсек, бұл әннің авторы әуенін жазған мектептің оқушысы Қонысбай Искендіров деген бала екен. 68-69 жыл болатын бұл. Соның артынан бұл ән осы жұрттың бәріне тарады. Ән арқылы жұрттың бәрі білді. Мен сол ауданның жастарының атынан сол ән жазған балаға деп арнап, соған Қонысбайға деп арнап, ауданның жастарының атынан бұған сол хат жолдадық. Енді артынан бәлен уақыт өткеннен кейін бұл сол институтты бітіріп келді, журналист мамандығын алып келді. Соны осы арқалықтың басында осы арада кездестік. Ол мені таныды, мен оны енді бұрын көрмеген. Жаңа танып, ол аға деп сәлем беріп, содан былай қарай аға дінді бұл енді сол 78 жылдардың айы болу керек. Содан бермен қарай осы күні бүгінге дейін аға дінді болып келе жатырмыз. Бұл өзі қандай ортаға бармасын, сол ортаны меңгеріп, сол ортаның кәдімгі соның бәрін түгелімен рахаттандырып отыратын, гүлі болып отыратын сондай бір азамат. Оны қазақ маңай суақ шасып тұрған сондай бір киелі азаматтар болады деп айтады. Міне сондай азамат, сондай өзінің ойын айтып жүрген, ойын ұштап жүрген сондай елдің сондай бір көркем ойлы, көрікті азаматы болып солай қалыптасты бұл. Ал енді бұл менің ойымша бұл осындай азаматтың осы біздің елден шыққанына шүкіршілік жасауымыз керек. Ақындардың қай-қайсысы болмасын өзіндік ерекшелігі бар, өзіндік айтар ойы бар. Бұның мынау өзінің шығармаларын оқып отырсаң, айтыскер ақындықтың сыртында бұның өлеңдерінде, сосын бұның жаңағы пародияларында, бұның жаңағы өзінің ой пікірінде жазған мақалаларының қай-қайсысы болмасын жұртқа ой салатындай, сондай үлкен, кәдімгі толысқан, кәдімгі үлкен ақыл иесі азамат екенін көрсететін. Бұл өзінің ойын елдің ойымен ұштастыра білетін азамат. Облыстың орталығы болмай-ақ, осы Арқалық қаласын көріктендіріп тұрған, көркейтіп тұрған осындай кәдімгі өнердің, осындай мәдениеттің азаматтарының осы бізден шыққанына біздің елдің, халықтың көңіл күйінің қандай екенін, басқа жердің өзінің биіктігінің қандай екенін көрсететін бұл үлкен бір дәреже. Ерттеп мініп, поэзия пірақты, кеудемде бір нәзік сезім гүл атты, өмір бойы өшірместен келемін, аязбектер жағып берген шырақты. Туыңды ұстап, топқа түскен балаңмын, туған елдің ертеңіне алаңмын. Ақ тілегі сәуле шашты жолыма, 40 жаста қыршын кеткен анамның. Бәйгелерде бірге қысқан тақымын, келіп тігіл тілекшіммен жақыным. Садаға боп кетпеймін бе уақалқым, алақанға көтеретін ақынын. Достарым бар, қарананды бөліскен, сағат сайын сағынысып көріскен, сүрінгенде қолтығымнан демейтін, солар менің жебейтұғым періштем. Ағайым бар, жаманатқа қимайтын, жүрекке тек жақсылықты жинайтын, жеңгелер бар, еркелетер төрем деп, ағалар бар, пайғамбардай сыйлайтын. Қай күнімнен ауыз келте іліндім, бағаланып жатуыда жырымның, махаббаты туған асыл халқымның, шапағаты Нұрхан ақын пірімнің. Орындалып барлық тілек бар арман, азататын бар әлемге таралған, уа халқым, менде қандай арман бар, қазақтың бір ұлы болып жаралған.
Іркіліссіз ізденіс, тынымсыз еңбек, тума талантты өмір сатысымен өрлетіп, ұшпаққа шығарады. 8 қырлы, бір сырлы етеді. Шын жүйрік әрісінде шыңдала түседі. Елге журналист, айтыс ақыны, композитор, сықақшы боп танылады. Топ жардым туын жықпай туған елдің, 77-нің жігіттері, Қонысбайдың қалжыңдары, Бастау, Көршілер, Алаңғасар кітаптары жарық көрген. Бала махаббаты, Аңсау тәрізді 30 шақты әннің авторы. Мынау Қонысбай, ақын Қонысбай, халық ақыны Қонысбай. Біз бір мектепте, бір мектептің ғимаратында бірге оқығанбыз. Енді бар ғой, шіркін-ай десейші, сол Әлиби Жангелдин атындағы орта мектептен не бір таланттар шықты. Жаңағы ол кезде фестивальдар болады ғонда. Жастар фестивальді, таланттар фестивалі Торғайда өтеді ғой. Сонда жаңағы бірінші орынды біздер алатынбыз. Қонысбайдың бойы кішкентай болатындығын. Қонысбай ең бірінші столды қоямыз, соны Қонысбайды отырғызамыз, онан кейін Қонысбайдың ойына баян береміз. Сөйтіп біз Қонысбаймен қосып ән айтатынбыз. Мен енді Қонысбайдың мерекесі, қазақтың мерекесі, Торғайдың мерекесі. Сол Жангелдин орта мектебінің жаңағы Қыздаскер совхозы деген болатын. Сол мектептердің мектебесі, сол кездегі азаматтардың, қазіргі өнер сүйер, жыр сүйер азаматтардың той деп есептегім келеді. Мен енді шын жүрегімнен осыны мерекесімен құттықтаймын. Сондай азаматтармен бір ауылда туғаныма мақтанамын. Бірде Қонысбай өлең шығарып, бала махаббат деген, бәріміз қосылып өлең айтып, соны ұстаздар бірге ұрысқан. Мектеп жоқ, қайда өлең сендерге? Оқушы емес сендерге, не өлең деп білмейтін. Көрдіңіз бе сол кездерде? Мен орындаушылардың бірімін. Бірінші орындалды Бекен Махмутова деген қыз орындады. Мен орындадым оны. Көзілмейтін қатқан. Қандай сөздер енді? Шындығына келгенде бұл кішкентай болса да, сол жаңағы ақынның сөзіне нәр берген, сән берген. Бала ғой, балалық жүректен шыққан махаббат, таза ән. Қазіргі кездегі әнге мен тіптен бар ғой, қаным қайнайды, бір әнді 100 айтып. Бұл деген бір мәнді, сәнді ән деп ойлаймын. Туғаннан құлыным деп аймалаған, өзіңдей аяулы жан қайда маған. Дүние аналармен көрікті ғой, сенсіз бір бұлбұл құста сайрамаған. Көз ілмейтін қатқан, жаным деп үн қатқан. Аялап баласын мәпелеп өсірген, мың алғыс анашым, мәпелеп өсірген, мың алғыс анашым. Белгілі сатирик жазушы Сейіт Кенжахметұлы мен Қонысбай Искендірұлы еркелеп әзілдесе береді екен. Бірде ағасы екеуі сапарға шығып, қонақ үйде демалады. Таңертең денесін сергітуге кіріскен інісі, аға гимнастика жасамайсыз ба депті. Айналайын, мен гимнастикам жасалып туған адаммын дейді ағасы. Сақалын қырып болған інісі, сәлден соң иіссу сеппейсіз бе аға дейді. Сонда қалқам мен иіссуым себіліп туған адаммын деп жауап берген екен ағасы. Апырмай Жапонның аппараттары тәрізді сапалы жасалған кісі екенсіз деген екен інісі. Бұл ақынның сатирадағы қалам сермесі. Шәкіртсіз ұстаз тұл дейді дана қазақ. Қонысбай Әбілдің өнер бәйгесіне баптап қосқан құлагерлері мемлекетімізге мәлім Жадыра Құтжанова, Гүлнар Қалқаева, Айбек Қалиевтер. Қонысбай ағамен өзімнің жеке кездескенім, кішкентай кезімізде Қонысбай ағамыз шығармашылық сапармен осы Жангелдин ауданын аралап жүрді. Сол кезінде біздің ауылға келіп үлкен кеш өткізді. Ол кезде біз 2-3 сыныпта оқып жүрген кішкентай баламыз. Клуб деген ауылдың клубы белгілі ғой. Ауылдың адамдарына лық толды, орын жоқ. Сол кезде қолымызға бөтелкемізге суымызды құйып алып, астымызға төсеп отырған газетімізді алып,
кішкентай балалар сол кезде сахнаға сүйеніп ең алдында отырып ең бірінші Қонысбай ағамызды жүзбе-жүз көргенім осы. Одан кейін міне сол Қонысбай ағамызға өнеріне, жалпы сол кездегі айтысты үзбей көріп жүріп, ақындарға еліктеудің арқасында ақырындап айтыс өнеріне деген махаббатымыз оянды. Содан 1992 жылы облыстық көші ақындардың айтысы болып, содан бас жүлде алдым. Сол кезде қазылар алқасында отыруға тиісті болатын Қонысбай ағамыз белгілі себептермен келе алмай қалды. Бірақ 1993 жылы Торғайда Шақшақ Жәнібектің 300 жылдық мерейтойына арналған үлкен республикалық деңгейдегі айтыс болды. Сол ауылдың іргесінде айтыс болып отқаннан кейін дүбірге қатысқымыз келіп, Абзал Алпысов деген класстасым бар, Бағила апамыз бар, Аязбек, Мамай деген осы Амангелді Жангелдіден оқушылар айтысына қатысып жүрген бір топ сол кезде өнерге енді кіріп келе жатқан жас талапкерлер сол Торғайға бардық. Сөйтіп Қонысбай ағамыз ұйымдастырушы өзі сол Қонысбай ағамызды киіз үйлердің арасынан іздеп жүріп, бір киіз үйде отырған жеріне келсек, сол кездегі Көкен Шәкеев атамыз бастап, Әселхан апайымыз бар, Қатимолла ағамыз бар, Шорабек ағамыз бар, бүкіл республикалық айтысқа келген сол кездегі аты шыққан үлкен ақындар бір киіз үйдің ішінде дәм ішіп отыр екен. Сол ақырындап шеттеп барып Қонысбай ағамызға өзіміздің осы айтысқа қатысқымыз келетінін айттық. Сол кезде Қонысбай ағай бірден бәрімізге қарап тұрды да, Айбек деген қайсың деп, сосын мен дедім, онда қолыңа домбыраңды ал да, мынау ақындардың барлығына бір шумақтан өлең арнап шық деді. Содан сол Көген атамыздан бастап кісілердің барлығына бір шумақтан өлең арнап, содан айтты маған, сен қатысасың айтысқа деп. Сол айтыста ең алғаш рет республикалық деңгейдегі айтысқа түсіп, Бекарыс Шойбекпен айтысып, содан бастап Қонысбай ағамыздың қанатының астына кірдік. Баулуы мен Қонысбай ағамыздың тәлім тәрбиесін көріп арқылы қазіргі бір шамалы жетістікке жетіп жатсақ, сол әуелі Алланың, содан Қонысбай ағамыздың еңбегі деп түсінемін. Маған үйреткені бұл айтысқа тактика құруды үйретті. Яғни енді айтыс болғаннан кейін сөздің барымтасы ғой, қарсыласыңды қайткен күнде де жеңуге тырысу керек. Сонда бет алды қарсыласын төпелей бермей, қақпанға түсіру деген болады, бір қалтқы салып қойып, ойнату сияқты бір сондай айтыстың қыр-сырының бір нәзік тұстарын үйретті ең алдымен. Енді шынын айту керек, ол кісі өте талапшыл. Әйтпесе, мысалы, Қонысбай ағамызға шәкірт болуға сол кезде талпынған адамдар көп. Шын айту керек, 10 шақты, менің қатарластарым 10 шақты ақын бар едік сол кезде, бірақ солардың ішінен жалғыз мені ғана өзіне ертті. Шәкірттеріне өйткені қатты талап қоя білетін. Ал біраз ақындар ол кісінің талабына шыдай алмады, содан өзінің жолын тауып кетіп жатты. Сондықтан да Қонысбай ағамыздың ұстаздық ерекшелігі, мысалы, ол кісі қасына топырлатып ертіп жүрмейді. Біреуде болса, бірегейін шығарғанды жақсы көреді. Мейлі біреу сыртымыздан сөз етсін, ақындарға қолпаштаулар қажет шын, өлгеннен соң жоқтағаны бар болсын, тірліктестір жыл сөзге не жетсін. Отан отбасынан басталады,
Қонысбай Искендірұлы жары Мүнира апа екеуі 5 бала тәрбиелеп өсірген ата-ана, 7 немере сүйіп отырған ата-әже. Қыз жат жұрттық, ұл шаңырақ иесі десек, ақынның 4 қыз баласының жөні бір бөлекте, ұлы Нұрханы бір төбе. Өнердегі төккен тер, жұмсалған күш ақынды ылайым жеңістерге жетеледі. Кезінде СССР жазушылар және композиторлар одағының құрмет грамоталарымен марапатталған және Арқалық қаласының құрметті азаматы. 1990 жылы айтыс өнерін дамытуға сіңірген зор еңбегі үшін Қазақстанның халық ақыны атағы берілген, Парасат орденінің иегері. Мен әнді жоспармен жазбаймын, толғақ жеткенде өзі-ақ туады дейді өз сөзінде Қонысбай Искендірұлы. Ақынның әр туындысы ел аузында. Дәлірек айтсақ, әні көңілде, жыры жүректе, прозасымен сатирасы санада. Бір басында бірнеше өнер тоғысқан тау тұлға бүгінгі жастардың ой түзер биігі 60-тың асқарында, ғұмыры тұғырында түлетіп, Алла жар болсын.